Бірінші курс студентінің мектебі 2023 жарқын фестивалі жалғасуда. Күн қара жорға ұлттық бимен ашылып, ал кеңесшілер арасында тақия күннің киім үлгісі. Бүгін студенттерге Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің үйірмелері, секциялары, құрылымдық бөлімшелері ұсынылды. Демалыс әр адамның өмірінің маңызды бөлігі. Педагогикалық колледжде жеке тұлғаның жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалған. Жастар ісі жөніндегі комитеттің станциясында айтқандай, мүмкіндіктер тауы бірінші курс студенттерінің алдында. Бұл олардың уақыты. Біздің каналға тіркеліңіздер, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.